Армысыздар, құрметті телекөрермендер, студияда уақыт кезет бағдарламасы, сіздермен бірге мен Мақсат Бисенаев. Бүгінгі бағдарламамызда елбасымыздың 5 қазан күнгі халыққа жолдауын тақырыбымызға арқау етпекпіз. Осы мақсатта бүгін студиямызға Қарағанды облыстық жастар ресурстық орталығының жетекшісі Ақжол Құрмансейітов пен Приозерск қалалық жастар ресурстық орталығының басшысы Ұлан Алмас келіп отыр. Армысыздар, студиямызға қош келдіңіздер. Ақжол Ахатұлы, сұхбатымызды өзіңізден бастасақ. Жалпы елбасымыз 2019 жылды жастар жылы деп жариялады. Бізде, сіздер де жастарсыздар, дегенмен өздеріңіз жастармен жұмыс істеу орталығында, жастармен үнемі тығыз байланыста боласыздар. Жалпы аталмыш бастама келер жылдың жастар жылы деп жариялануы қаншалықты серпіліс береді деп есептеп отырсыздар? Алда қандай жоспар бар? Шын мәнісінде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жас буынды ешқашан назардан тыс қалдырған емес. Оған куә осыған дейінгіде барлық жолдауларында, бағдарламалық мақалаларында жастарға ерекше ден қояды. Ал келер жылдың жастар жылы болып жариялануы, ол ең алдымен жас азаматтарға үлкен жауапкершілікті жүктейді. Себебі елімізде 4 миллионнан аса жас азамат бар. Біздің Қарағанды облысының өзінде 300 мыңға жуық жастар санатындағы азаматтар өмір сүреді. Бұл облыс халқының 4-тен 1 бөлігін құрап отыр. Сондықтан біз үшін ең алдымен үлкен жауапкершілік жастарға мемлекеттің жасап жатқан қамқорлығын жастарға соны сезіндіріп түсіндіру, мемлекеттік бағдарламалардың тетіктерін жастарға қай бір тұстары тиімді, қай бір тұстарында жеңілдіктер бар. Осыны біз жүзеге асыратын негізгі мемлекеттік орган болғаннан кейін жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы, жастар ресурстық орталығы келер жылды жоспарларымызды осыған дейінгі атқарып жатқан іс-шараларымыздан да кеңейте түсіп, кешенді түрде жас азаматтарға құқықтық кеңес беру болсын, әлеуметтік маңызды мәселелер болсын, оларға патриоттық тәрбие беру болсын, немесе мемлекеттік бағдарламалардың қатысуын арттыру, жас азаматтардың отансүйгіштікке тәрбиелеу тұрғысында іс-шараларымызды бұдан да жоғары үлкейтіп, кең көлемге шығамыз деген жоспарларымыз бар. Ұлан Алмасұлы, осы жерде өзіңіз жалғастырып жүрсеңіз, жалпы Приозерск қаласының жастары аталмыш бастаманы қалай қабылдап жатыр? Өздеріңізде қандай жұмыстар атқарылмақ осы бағытта? Енді елбасының әр жылғы жолдауы тарихи құжат. Қай-қайсында алып қарасаңыз да стратегиялық жағынан маңызды, онда нақты мәселе мен міндеттерді шешілуді қамтамасыз етеді. Биылғы жолдау жаңағы тұрмыс табыс сапасын арттыру, денсаулық сақтау, білім беру саласы, сонымен қатар спорт саласында қамтыды. Спорт денсаулық кепілі дейді ғой. Елбасымыз бүкіл тұрғындарды спортпен шұғылдануға шақыра отырып, үкіметке кем дегенде 100 спорт кешенін салуды тапсырды. Яғни бізде де келесі жылы қаламызда үлкен бір спорт кешені салыну жоспарланып отыр. Сонымен қатар биылғы жолдау жастар үшін ерекше. Себебі келесі жылды, өзіңіз айтып өткендей, елбасымыз жастар жылы деп бекітті. Бұл біздің жастарды жаңа қадамдарға бастайтын маңызды құжат десек, артық айтқаным болмас. Статистикалық мәліметке жүгінсек, біздің қаламызда 14 пен 29 жас аралығындағы жастар саны қазіргі таңда 2767-ні құрайды. Оның ішінде 14 пен 18 аралығындағы жастар саны 374 жас азаматты құрайды. Осы жастар жылы аясында келесі жылы біздердегі ауқымды іс-шараларға тоқталып өтсем, мен отан қорғаушымын, жас кәсіпкерлер форумы, жас патриоттар мектебі, жастар фестивалі толқынында, сонымен қатар нашақорлыққа жол жоқ, Қоржынтөбек қаласы Балқаш көлдің жағасы жайдарман ойыны, спорттық іс-шараларға келетін болсақ, жас балықшылар турнирі, қанатыңды кен серпі сынды іс-шаралар ұйымдастырылып өткізіледі. Бізде 118 шара ұйымдастырылып өткізілді. Соның ішінде 48 шара біз патриоттық тәрбие мақсатында ұйымдастырып өткіздік. Келесі жылы да жоспар бойынша 170-ке жоқ шара ұйымдастырып өткіземіз. Енді осы жерде Ақжол Ахатұлы, өзіңіз енді жастар жылы болғасын, бір арнайы жаңашылдықтың енетіні белгілі келер жылы. Жастармен байланыс нығая түспек. Осы облыс бойынша ерекше бір жобалар жүзеге асатын шығар. Жүзеге асады. Шын мәнісінде қазір күні біз егер қарайтын болсақ, жас азаматтардың осы жастар ресурстық орталықтарына
кеңеске жүгіну бойынша 7000-нан астам азамат құқықтық, психологиялық кеңес алған. Келер жылғы жобалар келетін болсақ, бізде дәстүрлі ауыл жастар форумы өткізілетін. Келесі жылы біз соны халықаралық деңгейде Ұлытау ауданында өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Бұл ТМД мемлекеттерінің стратегиялық әріптестігінің 2020 жылға дейінгі жобасының аясында жүзеге асырылатын болады. Және биылғы жылдан бастап облыс әкімінің ауыл жастарындағы кәсіпкерлікті қолдауға бөлінетін гранттарының саны, сомасының артуы және аудандық жердегі әкімдіктердің өзі жас азаматтарға жаңағы гранттарды, қайтарымсыз гранттарды кәсіпкерлікке бөлудің жаңағы жобасы артып отыр қазір күні. Одан кейін қазір күні біздің облысымыздағы Жасыл ел еңбек жасақтарындағы жас сарбаздарымыздың биылғы жылы 1600-ден аса жас азамат сол жобаға қатысушысы болды. Келер жылы жаңағы патриоттық бағыттағы айбын әскери жиын ойындары халықаралық деңгейде де өткізіліп жүр. Келер жылы біздің жаңағы жас азаматтармен осы патриоттық тұрғыдағы іс-шараларды, спорттық тұрғыдағы іс-шаралардың да санын да сапасын арттыратын боламыз. Және жастар дәстүрлі құндылықтары республикалық форумы, бұл жердегі біздің жас азаматтардың бөгде жаңағы теріс діни ағымдарға кетіп қалудан алдын алу мақсатындағы өткізілетін жұмыстар. Және біз көптеген іс-шараларымыздың қазір өткізілу форматтарын заман талабына сәйкестендіріп, ол жерге өзіміздің ұлттық колоритімізді қосып, сұраныстарына сәйкес жүзеге асыратын боламыз. Қазір күні облысымыздағы 70-тен аса волонтерлік корпустар, топтар бар. Облыстық волонтерлар желісі құрылған. Одан өзге шығармашыл жастардың басын қосатын ұлағат шығармашыл жастар орталық құрылған. Ең бір басты жаңалық осы биылғы жылы Қарағанды облысы жастар ресурсы орталық жанынан Гузон коворкинг орталық ашылған болатын. Осы жұмыс істеп жатқан мерзімнің ішінде сол коворкинг орталығы өзінің шын мәнісіндегі маңыздылығын көрсетіп отыр. Себебі ол жерде шығармашыл жастар, ерікті жастар, стартап жобалардың авторлары, IT саласындағы жастар қазір шоғырланған. Оларға тегін интернет, тегін жұмыс орны және де өздерінің шығармашылық әлеуеттерін дамытуға барынша мүмкіндіктер жасалып отыр. Осы жобаны қазір күні облыстың басқа аудан қалаларында да дәл осындай орталықтарды ашу көзделіп отыр. Және елбасымыздың жолдауында айтқан спорттық нысандардың ашылуы және сол спорттық кешендердегі жаңа заманауи құрал жабдықтармен қамтамасыз етілуіне жастар басқармасы, біздің облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасымен, білім басқармасымен бірлесіп, қазір күні оған талдау жұмыстарын жүргізіп, нақты өзіміздің ұсыныстарымызды енгізетін боламыз. Себебі спорт деген бұл жастың, елбасымыздың өзін қойған тапсырмасы бар. Бұқаралық спорттың халықтың 30%-на дейін айналысу керек деген. Сондықтан біз жаңа бағыттарды да дамытуымыз керек. Олимпиадалық тұрғыдағы және ұлттық негіздегі спорттарымызбен қоса қолжетімді спорт түрлері. Бұл жаңағы стрит-воркаут қозғалысы, жаңағы турниктарды қою арқылы далаға жастар қолжетімді тегін спорт түрлерімен айналысу. Осы бағытта жұмыстарды жалғастырып жандандыра беретін боламыз. Енді осы жерде өздеріңіз үнемі жастармен тығыз байланыста жүресіздер ғой. Пікірлеріңізді біле кетсек, жастар көбіне қандай бағытта көмектерге мұқтаж болып тұрады, қандай қолдаулар көбіне қажет болып тұрады? Жастарға ең алдымен қазіргі күні бұл мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіру. Себебі әрбір тетіктерін қай жолмен жаңағы тұрғын үйге қол жеткізуге болады, немесе ауыл шаруашылық саласындағы мемлекеттің қолдау қаржыларын алып өзінің кәсібін ашуға, немесе даму бағдарламасы арқылы жаңағы кредиттердің санын, кредитті қалай қол жеткізу болады. Осы бағытта біз қазіргі оқыту жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Облысымыздың жаңағы жоғары оқу орындардағы колледж қабырғаларында оқып жатқан жастармен жиі әртүрлі форматтағы кездесулерді өткізіп, түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Және қазір күні бірнеше жылдан бері біздің облысымызда жастарға ақпараттық мәдениет түсіндіру керуені өз жұмысын жүзеге асырып жатыр. Биылғы жылдың өзінде біз облысымыздың барлық аудан қалаларын қамтитын боламыз. Бұл жерде жаңағы әртүрлі саланың мамандары болады.
тұрғын үй жинақ банкі, Казагромаркетинг, Казагрофинанс және мемлекеттік дін саласындағы мамандар. Одан кейін оның құрамындағы жастардың бос уақытын қалай тиімді өткізуге болады және кәсіби бағдар беру жұмыстары. Себебі қазіргі күні өзіміз білетіндей биылғы жылы жас азаматтарға мемлекеттік гранттардың саны артып отыр. Ал елбасымыз кешегі берген жолдаған жолдауында бұл жердегі жас азаматтарды кәсіби бағдарлау, университеттерді ірілендіру, шоғырландыру және сол арқылы бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеп өсіру. Ал қазіргі күні басымдық беріп отырған бұл ауыл шаруашылық саласы, техникалық саладағы мамандар. Біз сол қай мамандықтары қай жерге қалай түсуге болады, қандай жерде егер оқу бітіріп диплом қолына тигенде жас азамат қай жерден жұмыс таба алады. Себебі бүкіл біздің елімізде тұрған бұл үлкен бір мәселе, бұл жұмыссыздықпен күрес. Қазір күні келер жылдан бастап біздің Қарағанды облысында оқып жатқан серпін бағдарламасымен оқып жатқан азаматтардың келесі жылы бірінші қанат қағып шығатын жас азаматтар бар. Оларға біздің жұмыс орындарын тауып беру, әртүрлі жәрмеңкелерді өткізу, жұмыс орнын ұсынушы мекемелермен бірлесе отырып. Сондықтан осы бағыттағы жұмыстарымызды кешенді негізде және жас азаматтарға ұрандатып, бір көптеген флешмобтарды өткізбей, ол азаматтарға адресті көмек беру, нақты көмек беру әр азаматқа. Жалпы жастарға жан-жақты толыққанды көмек болады дейсіз ғой. Енді Ұлан Алмасұлы, өзіңіз осы жерде толықтырып өтсеңіз. Жастар ресурстық орталығының негізгі міндеттерінің бірі ол жастарды жұмыспен қамту және жас кәсіпкерлерді қолдау болып табылады. Біздің қаламызда нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 бағдарламасы аясында 295 жас жұмыспен қамтылуға өтініш білдірді. Қазіргі таңда 374 жас жұмыспен қамтамасыз етілді. Атап айтар болсам, қоғамдық жұмысқа 99, әлеуметтік жұмысқа 18, жастар тәжірибесі бойынша 31 жас, мемлекеттік қолдаусыз жұмысқа орналастырылған жастардың саны 181 және Жасыл ел еңбек жасағы бойынша жұмысқа 45 жас ағымдағы жылы жұмыспен қамтамасыз етілді. Сонымен қатар жаңағы аталған нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 бағдарламасы аясында ағымдағы жылы 3 кәсіпкеріміз жалпы сомасы 8 миллион теңгені құрайтын шағын несиеге ие болды. Сонымен қатар 2 жас кәсіпкердің құжаты қазіргі таңда қарастырылып жатыр. Осы жылы жас кәсіпкерлерді қолдау мақсатында наурыз айында қала әкімінің гранты конкурсында көпшілік комиссия отырысында көпшіліктің қолдауымен 3 жас кәсіпкеріміз қолдауға ие болып, қайтарымсыз ақша, яғни грантқа ие болды. Атап айтар болсам, Сұлтанәлі Жәнібектің кір сабын шығаратын жобасы 1 миллион 200 теңге, 1 миллион 200 теңгеге ие болды. Желкенова Гүлмерекенің кірді химиялық жолмен тазартатын жобасы 9 мың теңге және Сатыбалдың Бақтияр есімді жеке кәсіпкердің кафельді тақтайшалар өндіріс жобасы 800 мың теңгеге ие болды. Аталған іс-шаралар келесі жылда өз жалғасын табады деген ойдамын. Жалпы енді осы жерде жастар ресурстық орталығының жұмысы әрбір өңірдегі жұмыссыздықты жоюға да өзінің үлесін қосып келеді деп айта аламыз ғой. Толықтай айтуға болады. Толықтай айтуға негіз бар. Қазіргі күні біздің облысымызда облыстық жастар ресурстық орталығынан бөлек 9 аудан 9 қалада жастар ресурстық орталықтары қызметін жүргізіп жатыр. Соңғы жастар ғылыми зерттеу орталығы республикалық нәтижесі бойынша қазіргі күні әлеуметтік сауалнамалар негізінде жастар ресурстық орталықтарының танымалдығы жөнінде біздің Қарағанды облысы алғашқы орында тұр. Бұл дегеніміз біз жас азаматтарды ең алдымен осы әр аймақтағы өздерінің жастар ресурстық орталықтарына келіп, қандай да бір идея жобалары бар, немесе толғандырып жүрген мәселелер бар, біз оларды күтеміз, есік ашық. Біз барынша мемлекеттік егер жақсы жобалар болатын болса, бұны мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіне дейін шығарып, сол нақты қолдауларды, қаржылай қолдауларды, немесе көптеген шараларды тегінде өткізіп ұйымдастыруға мүмкіншілік бар. Құрметті Ақжол Ахатұлы, Ұлан Алмасұлы, осымен бағдарламамыздың уақыт өз мәресіне жетіп қалыпты. Студиямызға келіп, елбасымыздың бастамасымен белгіленген бағыттағы жұмыстар жөнінде кеңінен мәлімет бергендеріңізге көптен көп алғысымызды білдіреміз.
Құрметті телекөрермендер, осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.